Сәлем құрметті достар, бүгін тефтелидің тағы бір ерекше дайындалу жолын көрсететін боламын. Қазанды отқа қойып қыздырып, үстіне майды құйып, қызғаннан кейін жуаны майдалап турап, дәл осылай жақсылап тұрып қуырып аласыздар, араластырып, асықпай қуырасыздар. Және оның үстіне томатты салып, тағы да бір кекі етіп, араластырып, қоюланғанша қуырып аласыздар. Томат жақсы қуырылған болса, сорпаларыңыз өте дәмді шығады. Байқап көріңіздер. Одан кейін сәбіз бен капустаны дәл осылай майдалап турап, қуырылып жатырған жуанның үстіне салып, жақсылап тұрып қуырасыздар. Асықпай араластырып, бір кекі етіп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, сорпаларыңыз өте дәмді шығатынына кепілдік беремін. Және оның үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, біраз қайнатып бұқтырып аламыз. Одан соң біздер начинкасын дайындайтын боламыз. Оған фаршты, тұзын, бұрышын, паприкасын, приправалық, өздеріңіз қалаған приправаны салып араластырсаңыздар болады. Күрішті суға жақсылап жуып, әбден тазалап жуып алып, фаршқа салып, тұзын салып жібереміз. Мен мына жерде тұзын салуды ұмытып кеткен екем. Тұзын салып, міне бір кекетіп араластырдым. Осындай әдемі дөңгелек тефтелилеріңізді дайындап қоясыздар. Сорпаларыңызды дайындалу процесін қарап қоясыздар. Сорпаны жай отта қайнататын болсаңыздар, ол езілмей, көкөністеріңіз формасын жоймай, өте жақсы, дәмді, прозрачный болса сорпаларыңыз, мөлдір сорпа болып шығады. Жақсылап тұрып, мына жерде тұзын салып, араластырып, қайнатып аласыздар. Салқын суға жуылып тұрған картошкамызды сорпаға салып, 5 минуттай қайнатып аласыздар. Одан кейін тефтелиларыңызды бір-бірлеп саласыздар. Себебі тефтели бірден салатын болсаңыздар, бір-біріне жабысып қалады. Және тефтели салатын уақытта сорпаның астын көбейтіп, қаттырақ қайнатасыздар. Тефтелилерді мынандай етіп бір-бірлеп салып шығасыздар. Содан кейін 15-20 минуттың ішінде сіздердің сорпаларыңыз мөлдіреп тап-дайын болып шыға келеді. Осылай араластырып, бетін жауып, бұқтырып қайнатып аласыздар. Мына жерде сорпамыз дайын, мөлдем езілген жоқ. Формасы да бұзылмаған, көкөністердің тефтели де бұзылмаған, өте дәмді, өте мөлдір сорпа дайын болып шықты. Осындай сорпаны өздеріңіздің отбасыларыңызға дайындап беріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер мені видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, қоңырау басып қойыңыздар. Сіздерден комментарий, лайк күтемін. Сіздермен бірге болған Ару Гүл. Сау саламатта болыңыздар.